Осыдан бірнеше жыл бұрын бірге жұмыс істеген әріптес әйел болды. Мінезі қатал, тіпті ректорға дейін аяқ тартатын. Бетке тарс еткізіп айта салады. Әрине, жөнімен. Барды бар, жоқты жоқ дейді. Жағымпаздық бойында жоқ, оны бәріміз білеміз. Апайда әзілі де қатар жүретін. Бірде көкесі мықты бір келіншек кафедра меңгерушісі болып тағайындалды. Ол келіншекті бұл әйел онша ұнатпайтын. Жағымпаз, өсекші, мяулап сөйлейді, сосын сөзінің аяғын жұтып толық айтпайтын. Содан жан-жақтан жағымпаздар бастық келіншекті құттықтауға кірісті. Бізге ең қызығы жаңа бастықты мінезді әріптестің қалай құттықтайтыны болды. Жай күндері бетіне былш еткізіп ойын тіке айтып жүрген әріптес әйел енді қайтер екен. Хош елдер, сыйлыққа дейін сыйлап сабынсыз кіру іс-шарасын бастап кетті. Бәрі құттықтап болған соң мінезді әйел жаңа бастыққа жақындады да: «Ал, біз де жағымпазданайық елмен қатар. Көкең арқылы қолың жеткен креслоң құтты болсын. Осы орынға сені лайық деп санамаймын. Кешір, сенен де мықтылар бар еді, алайда саған бұйырыпты. Считается, енді жоқ абыройды жинасаң, сенің жетістігің сол болмақ. Аман болшы», деді. Күлкіміз кеп өліп бара жатсақ та үндемедік. Ұят қой. Мінезді әйел тағы қосып қойды: «Мені құртам деп ойлама, өзің мұрттай шасың», деп сол жаңа бастыққа күле қарады. Жаңа бастық көп істей алмады. Қылыштың жүзімен жүргендей күй кешті. Жауапкершілік үлкен, мінезді әйел оны тәрбиелеуін қоймады. Бәріміз айтамыз әлгі әйелге: «Ол бастық қоя салсаңызшы, онсыз да морально қиналып кетті», деп әзілшін аралас. Мені ректорға жамандап, кезінде тұқыртқаны сұмдық еді. Сәл бос ұстасаң бол секіреді, сол себепті осылай істеймін, деп күледі. Ол әріптеске ректор, декан, кафмең дегендерінің тісі батпайды. Оқитын студентке 5-ін, сабаққа келмейтін крышасы барларға 2-сін қойып береді. Бір беткей жаман қатып қалған. Өте білімді, сауатты. Сонысына қарамастан студенттер оны жақсы көретін. Ерекшелігі бар, керемет білімділігімен, түсінушілігімен баурап алатын қасиетке ие болатын. Бәрі сыртынан әңгіме қылатын. Осы көкбетке күйеуі қалай шыдап жүр екен? Бейшара күйеуін жерге тығып, үнін шықпайтындай етіп езіп тастаған шығар. Әйтпесе неге бізге күйеуін көрсетпейді? Мүмкін күйеуі жоқ шығар. Мына бәленің мінезі сұмдық қой, деген сияқты. Басқа қызметке ауысып, ол әйелмен байланыс үзілді. Кейде хабарласып қоятынмын. Ешқашан отбасы туралы сұраған емеспін. Өзі айтпаса қайтем? Жаңа жылдың алдында сол әйелмен супермаркетте жолығысып қалдық. Сол әдемі қалпы, еш өзгермеген, бірден таныдым. Шүйіркелесіп кеттік. Қоярда қоймай үйіне шақырды. Әдемі көлігімен үйіне бардық. Қала шетінде жеке үйде тұрады екен. Біз келген соң артынша жолдасы кірді. Не еткен сымбатты кісі деп ойладым. Жымия амандасты. Сыртқы түрінен бір жерде үлкен қызмет атқаратыны көрініп тұр, немесе жақсы бизнеспен айналысады. Сол сәт апай оның сыртқы киімін алып, киім ілгішке іліп, ілтипат көрсете бастады. Сосын маған: «Қазір келем, сен жайғаса бер», деп теледидарды қосып шығып кетті. 10-15 минуттан кейін ас бөлмеге шақырды. Бірге шай қамына кірістік. Отағасын аяғын жудым, деп тырқылдай күлді. Таңғалдым. «Сен қыз таңғалма, оның аяғын жуып келе жатқаныма 30 жылдай болды», дегенде шынында талып қала жаздадым. Мен оған универ бітіре сала тидім. Менің бір беткей мінезімді ұнатқан екен. 2 жыл соңымда жүрді. Мен де көкіректі салынып, енді қалай маған жағар екенсің дегендей бас бұрмадым. Ол да қайтпады. «Білесің ғой, отличник деген атағым бар». «Ахахай», күліп алды. «Егер анам қайтыс болмағанда тимес педім, тағдыр ғой деп ойлаймын». Бітірген жылы анам қайтты. Есеңгіреп жүрген кезімде бұл жігіт маған мықты демеу болды. Бар назым мен еркелігімді, жындылығым мен бір бетке мінезімді көтере білді. Сосын анамның жылынан соң көзімді жұмып тидім де кеттім. «Мен сіздің жолдасыңыз барын білмеппін», дедім. Ол күлді. «Ешкім білген емес, не қылам оны әлемге әйгілеп. Отбасы менікі, күйеу де менікі, отбасы құпиясы деген болады. Оған әркімді араластыруға болмайды. Онда отбасының қасиеті кетеді. Кез келген отбасылық кикілжіңді сыртқа жаятын адамдар, әсіресе әйелдер, отбасын жоғалту алдында деп білемін». Мені отағасы қатты сүйді, құрметтеді, аялады. Ендеше неге мен кекірейе беремін? Сол алғашқы кезде маған анамнан айырылу ауыр. Маған зорлық көрсетпей аялайтын болсаң, керек десең күнде аяғыңды жуып беремін, деп айттым. Ол күлді де: «Әрине аялаймын, бірақ сенде сөзіңде тұр, күнде аяғымды жуасың», деп күлді. Сол бір ғана сөз шынында жүзеге асатынын білмеппін.
Ертеңіне уәдемді орындайын деп тазикке жылы су құйып, оны шақырдым. Ол ұяла отырды. Өз күйеуім емес пе? Мені жақсы көреді, мен оны жақсы көремін. Аяғын жуудың несі айып? Сабындап қойып жууға кірістім. Оған ұнаған сияқты. Енді ұнамайшы. Біреу нәзік саусақтарымен аяғыңды жылы суда сипалап отырса, апай рахаттана күлді. Мәссаған, сізде біз білмеген құпия көп екен, дедім. Ой, бұл отағасы деген соған үйреніп алды. Бір беткей мінезді, менің мұндай нәрсе жасайтынымды күтпеген болса керек. Алғашқы кезде үндемей отыратын, кейін басымнан сипап, алғысын жаудыратын болды. Мен оның аяғын жуып отырғанда әңгімелесеміз. Сондай кезде жақсы әңгімелер ербейді. Бірде сондай әңгіменің қызығына елітіп, 1 сағат аяғын жуғам ғой. Екеуміз әбден күлдік. Отағасының мейірбандығы бір бөлек, мені аялайтынында сөз жоқ. Аллаға мың алғыс. Осы 30 жыл отасқан өмірімде оған қарсы келген емеспін. Жаман сөз айтпақ түгілі. Қатты сыйлаймын, себебі ол мені аялайды, пікіріме құрметпен қарайды. Алла сыйлаған періштем дейді. Менің де мінезім баршылық қой, алайда мынадай салиқалы ақылды ер азаматтың алдында өзімді басамын. Лайықты болуым керек деп ойлаймын. Шынымды айтсам, бірдеңе деуге батылым жетпейді. Жүзіне қараймын да жеңіле саламын. Талай қиын кезеңді бастан өткердік. Сонда да шәй дескен емеспіз. Өзара сыйластығымыз қымбат. Мені жан жүрегімен сүйген адам ғой бұл. Мен де соған лайықты болуым керек. Иә, аяғын күнде жуамын осылай, деп мен білмеген сырын ақтарды. Ойға шомып кеттім. Сен қыз көп ойлана берме, мінезді апай қалай аяқ жуып жүр деп. Әркім сыйлағанның құлы. Өте сыйлаймын отағасын. Бір кездері оның фирмасы банкрот болып 2 жыл арбаны өзім сүйрегем. 3 бала кішкентай, үйді залогқа қойдық. 3 жерде жұмыс істеймін. Маған қысым жасалды, өзің де білесің. Сонда да шыдадым. Соның бәрін отағасына айтпадым. Күнде 2 аялдама жаяу жүретінмін. Үнемдеген ақшаға редиска укроп алатынмын. Қанша қиналсам да шыдадым. Үйдің бар шығыны мойнымда. Үйге кеш келемін, кіре сала отағасының аяғын жуамын. Ол кейде ұялады. Масыл болып отырып, несіне хан сияқты аяқ жуғызамын деп. Жуып отырып көп алғыс естеймін. Ол айтатын: бағыма бұйырған періштем. Кім ойлаған мінезді арудың осылай аяқ жуып отыратынын? Кім ойлаған жұмыссыз қалған күйеуін бір беткей қыздың мойымай асырайтынын? Сенің барыңа шүкір. Аллаға рахмет, сені қосағым еткен деп. Иә, кейіннен аяққа тұрып ісі алға басып, ақырындап жақсы болып кеттік. Қазақстанның 7 облысында компаниясы бар. Қарамағында 1000-нан аса қызметкерлер. Шүкір осы күніме, деп ағынан жарылды. Айтпақшы, анау жаңа көлікті туған күніме сыйлады. Ойламаған жерден. Әйтпесе қызымызға, ұлымызға бір көліктен мінгізді ғой. Мен таксимен жүретінмін. Правам да жоқ. Еш құнттамаппын. Таңертең осылай бантик таққан көлікті сыйлап тұр ғой, деп сықылықтай күлді. Отағасына ұрлана қарадым. Көзінен мейірім мен даналықты көрдім. Бақытты екенін байқау қиын емес. Апай да былқылдай басып еркелігін паш еткендей. Керемет үйлесім. Нағыз махаббатпен сыйластық. Бір жерден оқығаным бар еді. Әйел бойында періште де, шайтан да, ханшайым да, жалшы да қатар болады. Еркек қайсысын оятса, соны алады дегенді. Рас па? Рас екен. Әйелдерді аялаңыздар. Олардың мінезі ер азаматтың әрекетінің жемісі. Күйеуінен зорлық пен кемсітушілікті, дөрекілік пен суықтықты көрген әйел нәзік, әдемі, бақытты бола алмайды. Әйел гүлдей болу үшін оны аялау керек. Сонда темірді қызған отта ұстағанда қалай иісеңіз, мейірім көрген әйелде солай иіледі. Ал егер әйеліңіз беріш боп қатып қалған болса, өзіңізден көріңіз. Ондай беріш пәлекетті таңдаған өзіңіз. Әр адам бақытты болсын.